Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді, нәзік, құймақтан жасалған пирогты ұсынғалы отырмыз. Сіз теріс рецепті бойынша дайындайтын болсаңыздар дәмді шығады. Ең алдымен ұнға қопсытқышты салып, електен өткізіп аламыз. Майымызды ұнға салып, пышақпен кесіп аламыз. Немесе өздеріңіз үккіштен өткізсеңіздер болады. Май бөлме температурасында болған дұрыс. Қатты жұмсап кетпеу керек. Сол кезде біздің қамырымыз песочный болып шығады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызға қантты салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызға жұмыртқаны салып, біріккенше жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспау керек. Содан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды екіге бөліп, осылай жайып аламыз. Қамырдың екінші бөлігін жан-жағын көтеру үшін қолданамыз. Қамырымызды жан-жағын осылай қолмен тегістеп алып, содан кейін шанышқының көмегімен түзулейтін боламыз. Қамырымыздың салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындау үшін ыдысымызға қаймақты салып аламыз. Үстіне қант немесе қант ұнтағын саламыз. Ванилинді салып, жақсылап араластырамыз. Салмамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кукурузный немесе картофельный крахмалды салсаңыздар болады. Енді жұмыртқамызды саламыз. Салмамыз дайын болғаннан кейін тоңазытқыштағы қамырымызды алып, қалауларыңызша жеміс-жидекпен сәндесеңіздер болады. Мен бұл жерде малинаны алдым. Қызып тұрған пешке 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Қаймақтан жасалған пирогымыз осындай дәмді, нәзік болып шығады. Егер біздің пирогымыз ұнаса, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.